Менің атам Дүйсенбай Мұсаұлы Ұлы Отан соғысының ардагері. 1924 жылы 15 наурызда Қызылорда облысы Сырдария ауданы Шіркейлі ауылының Қорайлы колхозында қарапайым отбасында дүниеге келген. Соғыс басталғанда 18 жастағы атам 1942 жылы 27 тамызда әскер қатарына алынған. Ашқабат қаласындағы нөмір 7 әскери училищесінде 7 ай кіші командирлік оқуында оқыған. 1943 жылы 28 наурызда Бұқара қаласының әскерге алынған жауынгерлерге 3 ай үйрету оқу жаттығу жұмыстарын жетекшілік еткен. 1943 жылдың қыркүйек айында Курск қаласында Украинаның Сумск облысында аудандарын жау әскерлерінен азат етуге қатысады. Осы уақыттарда бомба жарықшағынан жарақат алған атам бір ай госпитальде жатып толық емделіп бітпесе де, майданға қайта кіріп, Днепр бойында 60 армияның 248 бригадасында болады. Екінші дүниежүзілік соғыстың қан төгісімен есте қалған Днепрден өту кезінде өзенге 6 рет түседі. Атамыз кейде су беті адам өлімінен көрінбей қалды деп өксіп еске алатын. Днепрдің бетінде сеңдей болып адам дегендерің сонымен 4-ші өткелден өтіп, сол күні Талахон деген селоны алдық Днепрдің арғы бетінен. Сөйерде сол Талақыннан өткендегі сөйді көп жерлерді тазартып, 11 күні бір төбені алу үстінде немістер шегінбей, сонымен жау қолдап гранат лақтырып, сонда гранат лақтырып жатқанда 10 қабырғадан 30 метр жерден. 1943 жылдың 11 қазанда Талахон ауданын жау әскерінен тазарту кезінде таң ата қабырғасын екінші рет 1 сағаттан кейін аяғын жаралаған атамыз госпитальда 6 ай жатып емделіп, 1944 жылдың наурызында бірінші топ мүгедек болып елге оралған. Денсаулығының ауырлығына қарамастан бейбіт еңбекке белсене араласып, күрішші, сушы, звеновод болып жұмыстар атқарып, ел алдындағы ерен еңбегі ескеріліп, мемлекет тарапынан наградалар мен медальдармен, КСРО жоғары кеңес президиумының жарлығымен құрмет белгісі орденімен марапатталады. 2015 жылдың 27 наурызында Қызылорда облысы Сырдария ауданының құрметті азаматы берілді. 1951 жылы қаңтарда Базаркүл әжемізбен отбасын құрып, 9 бала тәрбиелеп, олардан 34 немере, 76 шөбере сүйеді. Атамыз 2019 жылдың 21 сәуірінде қайтыс болды. Бойынан жаны жұмсақ, жүрегі ақ, пейілі кең ата-ананың балалары болған бізді біз, ұл қыздары, немерелері мен шөбелері әрқашан мақтан етеміз. Жатқан жеріңіз жайлы болсын ата.